Жұмбақтың шешімін тап. Тәп-тәтті өзі, қытырлақ, дүкенде де сатылады. В деген оның бас әрпі, қане тап, бұл қай тәтті? Дұрыс. Вафли. Өзі нәзік, әдемі, өсімдіктің біреуі. Г әрпінен басталады, көбелек қонып жүреді. Дұрыс. Гүл. Дәмі қышқыл, сары түсті, Л әрпінен тап жемісті. Дұрыс. Лимон. Көлікке ол жатады, аспанға самғап ұшады. О әрпінен басталады, бұл қай көлік, кім табады? Дұрыс. Ұшақ. Бұл жиһаздың бір түрі. Үстелдің тұрат қасында. Шаршағанда керек зат. О әрпі бар басында. Дұрыс. Орындық. А әрпінен басталады. Жемістерден табылады. Дөңгелек болып өседі, күзге қарай піседі. Дұрыс. Алма. Атауы ыдан басталған, ішіне ас салынған. Дұрыс. Ыдыс. Қыз қызығы бітпейді, сырғанаймыз онымен. Ң әрпі бар ішінде, спорт құралын білдің бе? Дұрыс. Шаңғы. Ас атасы не екен? Кім біледі, балалар? Оннан оны жасаймыз, Н әрпінен атаймыз. Дұрыс. Нан. Оқушының құралы, дөңгелетіп сызады. Шеңбер сызу шебері С әрпінен келеді. Дұрыс. Циркуль. Ү әрпінен келеді, оған киім іледі. Дұрыс. Ілгіш. Тек суда мекен етеді, Б әрпінен келеді. Дұрыс. Балық. Көкөністің бір түрі, өсіреді бойыңды. С ғой оның бас әрпі. Бұл не? Айтшы ойыңды. Дұрыс. Сәбіз. Шөліңді басар бұл сусын, әжем де оны ішеді. Тәтті болар қан салса, Ш әрпінен келеді. Дұрыс. Шай. Жасыл, сопақ көкөніс. Бақшада оны көреміз. Я әрпі бар ішінде. Таптың ба бұл сөзді де? Дұрыс. Қияр. Әп-әдемі өрнектер. Көрпелерде, киімде, білген қазақ ежелден Ю әрпі бар бұл сөзде. Дұрыс. Ою. Тәтті дейміз, тамсанып жейміз. Қысқа иден келеді, сүт өнімі үйдегі. Дұрыс. Йогурт. Қыздар оны киеді, әдемі боп жүреді. Бұл киімнің атауы К әрпінен келеді. Дұрыс. Көйлек.